Жұмысқа арналған киімді жуып тазалау оңай емес. Мұны өндіріс ошағында жұмыс істейтін азаматтардың отбасылары жақсы біледі. Әсіресе шұғадан тігілген немесе қыста киетін ауыр киімдерді тазарту қиынның қиыны. Көп ұзамай Қазақмыс қызметкерлерінің отбасылары осы қиындықтан құтылмақ. Қазір Қазақмыста Ютария ЛТД жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен бірлескен жоба жүзеге асырылып, ортақтастырылған инновациялық жуу қондырғысы сынақтан өткізіліп жатыр. Болашақта Қазақмыста жұмыс істейтін барша кеншілердің, киім байытушылар мен металлургтердің киім кешегін аталған саладағы мамандар жуады. Олар жұмысшыларға компания қаржысы есебінен қызмет көрсетпек. Әзірге бұл жоба жезқазғанда тест режимінде іске қосылып отыр. Қазақмыс корпорациясы жауапкершілігі шектеулі серіктестік басқармасы төрағасы Эдуард Огай кір жуу қондырғысы ресми іске қосылмас бұрын оның жұмысымен танысып қайтты. Компанияның әрбір жұмысшысына арнайы штрих-код беріледі. Бұл жұмысқа арналған киімнің өзгелердікімен ауысып кетпеуін қамтамасыз етеді. Штрих-код арнайы киімнің жағасының астына жапсырылады. Әр жұмысшының жұмысқа арналған жаңа формалары және өлшемдер бойынша тігіледі. Сондықтан мұның маңызы зор. Жұмысшыға штрих-код беріледі. Яғни автомат түрде беріле ме? Автомат түрде беріледі және датасы көрсетіледі. Сонда ол штрих-кодын алып келеді ғой. Айырбас жасалады деңіз. Иә, айырбас жасаймыз. Қондырғылар бір мезгілде көптеген жұмыс киімін жуалады. Кір жуатын бөлмеге арналған 4 жаңа кәсіпорындық кір жуу машиналарына 30-60 келіге дейін кір салынады. Мұнда сыйымдылығы 12 келі болатын 2 машина мен 6 келі кір сиятын тағы бір машина тұр. Олар шағын партияларды жууға арналған. Кір жуатын машиналардың арасында 100 келі киім сиятын алып машина да бар. Жуу жұмыстың басы ғана. Жұмысқа арналған арнайы киімдер одан кейін кептіріледі, үтіктеледі және сервистік тәртіптемелермен өтеді. Нәтижесінде Қазақмыс қызметкерлерінің қолына үнемі таза форма жиынтығы тиіп отырады.